Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге табада пісетін тез әрі дәмді пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 3 үлкен қасық қаймақ саламыз. Пайызы маңызды емес, бірақ мен 20% қаймақ алдым. Және 3 үлкен қасық майонез саламыз. 1 жұмыртқа саламыз. Және жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін кішкентай қасықтың ұшымен тұз және сода қосамыз. Тағы да араластырамыз жақсылап. Және 3 үлкен қасық ұн саламыз, електен өткізіп. Мен бірден саламын, 3 үлкен қасық, және жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар. Мен видеода көрсетілгендей болып шығады, сіздерге көрсеткенімдей. Пиццаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен колбаса алдым. Мусульманский, копченый. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Мен осы колбасаның ортасынан бөліп, және жіңішке қылдырып видеода көрсетілгендей турадым. Содан кейін бір қызанақ алдым. Қызанақ менде қатты жұмсақ болып қалды. Кішкене қаттылау болған дұрыс. Кескен кезде 1 келкі болып кесіледі. Жіңішке қылдырып кестім. Мен қызанақты кестім осылай. Және теркадан, ұсақ теркадан қатты сырды өткіземіз. Мен сметанковый сыр алдым. Негізі моцарелла қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сырды өткізіп қойдым. Енді табаға май жағамыз жақсылап. Мен сары май жаға жатырмын. Және жаңағы сұйық қамырды құямыз. Пиццаның қамырын. Және осылай түзулеу жерестер видеода көрсетілгендей қасықпен. 1 келкі қылдырып. Және майонезбен кетчуп араластырып, мен үстіне жағамын осы. Пиццаның қамырының үстіне жағамын. Негізі томатын өзің ғана жақсаңыздар да болады. Бірақ майонезбен кетчуп ұнайды, екеуі бірге қосылған. Енді колбасаны саламын кесілген. Содан кейін кесілген қызанақты саламын. Және бәрін салып болғаннан кейін үстіне сырды саламын. Негізі бұл пицца 5-10 минутта ғана піседі. Ең аз отқа қойып, 1-5 минуттан кейін көріңіздер. Тез пісетін пицца. Ұзақ тұрып қалмасын отта. Ең азына қойып қойыңыздар. Менде 5 минут тұрды. Пицца дайын. Ең үстіне көк шөп себемін. Мен петрушка септім. Отты өшіріп қойдым. Пицца дайын, жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.